Assalomu alaykum. Men Satto'bay Dushenbayev. Men hozir ko'rsatayin deb o'tirganim Palispas. O'zcha Palispas deydi. Avtokranda bo'lатын bloklarning bir bölügi. 70 kilo qo'ydi. So'ymay turib shegib, ulkan shekkimen. So'sin so'yib, yalnız o'zim ko'tardim. Men o'zim 60'dan asıp etti zaten. Ağızat kötülüğü olmaydı. Senderge de gerek болады. Mына дөңгелек малыш. Кішкентай малыш бесебеттің алдыңғы дөңгелегімен шамамен бірдей келеді. 19 сантиметр ішкі ойығы. Мына вал подшипникте тұру керек. Осындай базарда 2000 3000, қазір 3000 болып кетті. Енді бұл жерде 70 кilo қойды жалғыз өзім көтердім ғой. Так, мына байланғаныма қарау керек. Мынау неподвижный жіп бірінші шеті жоғарыға байланып қояды. Потолок деп. Сосын мынадан өткіземіз. Мына қойға байланатын жерден. Сосын тағы кетеді. Мынада ролик бар. Роликті майлау керек, көптен бері майланбаған. Майламаса қиын жүреді. Майлау керек. Осыдан тартқанда міне салмақ көтеріледі. Соны 70 кilo қойды. Көтердім 25 сантиметр жерге тимей тұрды. Маған достаточно сол. Жерін сыймай жетуге. Сосын ар жағына көтеруге күшім жетпей қалды. 70 килода ол оңай салмақ емес қой. Бірақ маған жеткілікті болды. Астыңғы жағы 25 сантиметр. Сосын балам келді, балам екеуміз тартып тағы сәл көтердік. Көтеруге болады. Көтеріп тұр, шыдайды. 70 килоны көтеріп тұр. 70 килоны соймай тұрып шектік, сойғаннан кейін көтердік. Көп болса 1 килоған кетіп қалғанша 69 кило. Осындай жасасаңыз, үлкейесіңіз, адамдар дәм болсын, заттарды айтпас дейді. О қаяқтың дәм болсын. Екінші итаздың тасын, мынаның жартысынан келетін дөңгелектен, где-то 8-9 сантиметр дөңгелектен жасадым. 2 подшипнигі бар. 2 рет сынды, 2 рет ауыстырып. Екінші итаздың тасын көтеру, ол деген дәм болсын зат емес. Ол деген мына терезеден көтеріп тұрдық. А егер көтермейтін болсақ, айналып, ішіне барып теппемен екінші этажға шыққанда 2-3 тастан кейін діңген құрайды. Мына тастар ауыр, 18 кило ма, біреуіне 30 кило шығып кетеді. Мынау деген дәм болсын зат емес, екінші этаждың тасын көтеру. Мен осы Палиспаспен көтергенмін. Басына кран жасадық жоғарға. Жаңа стойка, швейлер 20 метр мекен. Сонымен көтердік. Ол бұлай да бұлай бұрап тұратын стреласы болды. Мен әкеден шыққан әқті тұр. Мына қой көтеруге, коробка передач деген сияқты бір запчастарды көтеруге өте ыңғайлы. Тек жалғау дұрыс болу керек. Осылай келіп, мұнараға қойға ілінетін жерге, мына жіп қайтадан кетеді. 2 ролик. Мынау неподвижный ролик, мынау подвижный ролик. Мынау қозғалатын ролик. Қозғалмай орында тұратын ролик. Осыны қараңдар, жаса оп-оңай. Дәм болсын зат емес ода. 70 килоны 3 адам болып зорға ілесің дәрдектеп. Мынарада бір адам маған салмақ көтеруге болмайды, сонда да 70 килоны көтеріп сойдым. Ой, талай қой сойдым осындайдың. Кішкентай түріменен. Талай қой сойылды. Ал сәттілік тілеймін бәріне.